Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. 56,7 градус. 1913 жылы өлім алқабында дәл осындай көрсеткіште ыстық болды. Иә, бұл планетадағы ең ыстық жер. Бірақ аномалия мұнымен бітпейді. Алқаптың батыс бөлігінде Рейстрек Плая деп аталатын кеуіп қалған көл бар. Және сол көлдің орнында адамдардың, жануарлардың және басқалардың қатысуынсыз өздігінен қозғалатын тастар бар. Олар минутына 5 метрге дейін жылжып, 100 метрлік іздер қалдырады. Ұсақ тастар ғана емес, салмағы 300 келі болатын алып тастар да қозғалады. Олар кенеттен 90 градусқа бұрыла алады. Басқа да тастармен қиылысады. Ал мынау тас мүлдем қызық. Ол құдды бір шаруамен кетіп бара жатып, үйде үтікті өшіруді ұмытып кеткендей тыпыршықтап артқа қайтыпты. Бүгінгі шығарылымда біз тастар неліктен қозғалады, неге Марстағы тастар секіреді және тағы да басқа тылсым сұрақтарға ғылыми жауап іздеп көреміз. Ал бейнемізді бастамай тұрып сіздердің назарларыңызға балмұздақ арнасын ұсынғым келеді. Бұл арнада сіздерді әртүрлі топтар, табиғаттың таңғажайып құбылыстары, ғарыш әлемі, жануарлар, құстардың өмірлері туралы қызықты бейнебаяндар күтіп тұр. Балмұздақ арнасына жазылыңыздар және белсенділік танытып Шакамурадан келдік деп коммент қалдырайық. Ең белсенді көрермендерге 10 балмұздақ берем дейді. Жиырмасыншы ғасырдың басына дейін табиғаттан тыс күштер сәнге айналған кезде бұл құбылыс әрине тылсым күштермен түсіндірілді. Ал электромагнетизм атақты болған уақытта магниттік толқындар осы тастарды әрлі-берлі қозғалтады деген гипотеза белең алды. Сол кездерде адамдар бұл тастарды ұрлап, олардың қалай қимылдайтынын білу үшін үйлеріне апарды. Әрине үйге келгенде тастардың жалқаулығы ұстап, қозғалудан бас тартты. Осы тастардың сырын білу үшін мен көптеген дерек көздерге жүгіндім. Және бұл тұста көптеген нұсқалар бар. Ендеше тылсым дүние арқылы түсіндірілетін бөлігінен бастайық. Өлім алқабы Калифорнияның ең жұмбақ аймақтарының бірі болып саналады. Қозғалатын тастардың осы таңғажайып құбылысы туралы айта отырып, американдық ғалымдар тылсым күшке сене бастаған. Бұл тастар тірі дейді кейбіреуі. Кеуіп қалған көлдің түбінде үлкен тастардың шынымен қозғалатынын, олардың артында қалған іздер дәлелдейді. Және бұл таңғаларлық көрініс мұнда 1,5 ғасырдан астам уақыт бойы байқалады. 19 ғасырдың ортасында бұл жерде тұщы көл болған. Алтын табылған аймаққа бет алған алтын қазушылар осы көлден ауыз судың қорын толтырады. Бірақ бір күні көл буланып кеткендей жоқ болады. Сол сәтте алтын өндірушілер қонысында қорқынышты ауру тараған. Ол жерден тек бірнеше адам қашып құтыла алған екен. Ал қалған 100 адам мерт болған. Бірақ бұл жаңалық тек жарты жылдан кейін олардың орнына басқа алтын қазушылар келгенде ғана белгілі болды. Ауруды жұқтырмау үшін өлген адамдардың қалдықтары құрғақ көлдің түбінде асығыс жерленеді. Пайдалы кәсіпке зиян келтірмеу үшін бұл оқиғаны жариялауға тыйым салынды. Бірақ бір күн адамдар көлдің кепкен түбінде тастардың қозғала бастағанын байқайды. Алғашында олар тастардың қозғалысын қатты желмен түсіндіруге тырысты. Бірақ қандай жел 50 келі, тіпті одан да көп тасты жылжыта алады? Бұл сұраққа ғалымдардың да жауабы жоқ. Сондықтан ғалымдар көмек сұрап, эзотериктерге жүгінеді. Экстрасенстер сендіргендей мұнда бір ғана нұсқа болуы мүмкін. Эзотериктердің айтуынша тастарды осыдан 1,5 ғасыр бұрын қайтыс болған алтын іздеушілердің мазасыз жандары қозғалтады. Бұл елестер ереже бойынша жерленгенді қалайды екен. Тастар болса қимылдап келіп, адам қалдықтары бар жерде тоқтайдымыз. Бұл теорияны дәлелдеу үшін қазба жұмыстары қажет, бірақ өлім алқабы көптеген жылдар бойы ұлттық парктың бір бөлігі. Мұнда кез келген қазба жұмыстарын жүргізуге заң бойынша тыйым салынған. Сіз бұған сенбейтін шығарсыз. Бірақ ғалымдар бұл құбылысты ұзақ зерттегені сонша, адамзат бұл уақытта айға қонып үлгерді. Бір қызығы дәл осындай құбылыс айда да байқалды. Ондағы тастар жердегі тастардан асып түсті. Себебі олар жылжу былай тұрсын, секіре де алады екен. Және тіпті қырға көтеріле алады. Адамдар бұл құбылысты әртүрлі түсіндірді. Бір адамдардың айтуынша айдағы тастар тірі. Бұл тастарға ауаның да, судың да қажеті жоқ. Олар жай ғана күнге жақындауға тырысады. Көлеңкеде ай тастар балықтар сияқты ұйқыға кетіп, қыстайды екен. Ал күн түскенде тастар қозғалып, қоректеніп, көбейе бастайды екен. Аполлон 17 экспедициясы жалпы не болып жатқанын білу үшін жылжымалы тастар аймағына барды. Ғарышкерлер барлығын қарап, суретке түсіріп, тіпті осы 15 метрлік секіргіш тастың үлгілерін де алды. Біз олардың қандай жауап тапқанын білмейміз. Бірақ содан кейін ай бағдарламасы жабылды. Тіпті бұл туралы Аполлон 18 фильмі де түсірілді. Ай мейлі. Біз аппаратты Марсқа жіберген кезде, ол жерде де осындай жылжымалы тастарды таптық. Бұл суретті 2008 жылы Феникс аппараты түсірген. Және бұл жалғыз жағдай емес. Бұл фотосуреттер Opportunity аппаратына 12 Марс күн айырмашылығымен түсірілген. Тас кенеттен пайда болды.
Бұл жағдай көптеген баспасөзді алаңдатты. Марстағы тіршілік туралы тағы бір пікірталас туындады. Тылсым жағын түсіндік. Енді нағыз ғылыми зерттеулер не дейді? Соны қарастырайық. Ендеше жерден бастайық. 1943 жылы ғалымдар өлім алқабындағы тастарды зерттеді. Олар жаңа іздері бар тастардың орнын байқап, олардың қозғалысын бақылай бастады. 7 жылдық бақылаудан кейін осындай карталар сызылды, және тастар қыста ғана қозғалатыны белгілі болды. Бірақ неліктен бұлай болып жатқанын анықтау мүмкін болмады. GPS трекерлерінің пайда болуымен көптеген жылдардан кейін зерттеулер қайта басталды. Датчиктер 162 тасқа жабыстырылып, тастардың қозғалысына олардың өлшемі мен пішіні әсер етпейтіні анықталды. Тіпті 300 келі тас та қозғала алады. Шын мәнінде тастардың қалай жылжитыны тек 2013 жылы ғана белгілі болды. Қыста бұл шөлді аймақта жаңбыр көп жауады. Сондықтан алқап жұқа су қабатымен жабылған. Ал түнде осы су қатып, алқапта жұқа мұз қабаты құрылады. Таң ата мұздың бір бөлігі еріп, тас сырғанайды, және бұған өте жылдам жел де көмектеседі. Жылжитын тастардың бар сыры осы. Ешқандай тылсым құбылыс жоқ. Бұны түсіндік. Жерде табиғат бар. Ол тастарды қозғайды. Ал айда табиғат жоқ қой. Жел жоқ, сұйық су жоқ. Сонда айдағы тастардың қозғалысын қалай түсіндіруге болады? Қысқаша қарапайым тілмен түсіндіруге тырысайын. Айдағы бір күн жердегі бір аймен тең. Ұзақ түндерге байланысты айдың беті минус 150 градусқа дейін салқындайды. Ал күндіз 120 градусқа дейін қызады. Салдарынан айдың бетіндегі топырақ үнемі қысылып және керісінше созылып тұрады. Бұл өз кезегінде ай сілкіністерін тудырады. Аполлон 11 астронавтары айға осы сейсмометрді орнатып, бар болғаны 5 жылдың ішінде айдың 13 мың сілкінісін тіркеді. Ай сілкіністерінің күші кішігірім ғимаратты қирата алады. Міне осының салдарынан тастар қозғалады. Бұл жалғыз себеп емес. Тағы бірнешеуі бар. Айдың атмосферасы жоқ. Сондықтан астероидтар оның үстіне еш кедергісіз құлайды. Тіпті салмағы бірнеше грамм болатын кішкентай тастың өзі айдың бетіне құлаған кезде жерге көрінетін жарқырау пайда болады. Құлаған тастың өзі бұл жағдайдан аман қалмайды. Бірақ өзінің жарылуымен ол айналаның бәрін шашыратады және бетін қатты шайқайды. Қырдың үстінде жатқан тастың бәрі төмен қарай домалап кетеді. Мысалы осы сияқты. Бірақ мынау тас ше, ол керісінше қырға қарай көтерілген ғой. Алдымен сурет арқылы бұл қыр екенін қалай білдіңіз деген сұраққа жауап беріңіз. Мұндағы түйін, біздің көзімізде туа біткен бұрыш өлшегіштері жоқ. Яғни бір суретке қарап біз нақты қыр ма, сай ма айта алмаймыз. Тек жарықтың түсуі арқылы ғана болжамдаймыз. Бірақ ай беті алдамшы. Әсіресе оның бетінде тұрсаң өз көзің, өз санаңды алдайды. Нил Армстронг берген сұхбатында ол айдағы қашықтықты көзбен өлшеу мүмкін еместігін айтқан. Мысалы мына суретке назар аударайық. Ай бетінде тұрып анау қырға дейін неше метр, немесе шақырым екенін айта алмайсың. Тіпті бұл қыр емес, сай болуы да мүмкін. Сондықтан бұл тас жоғары қарай емес, төмен домалап бара жатыр деп сенімді айта аламыз. Оны тіпті мынау ай аппаратының қиғаш тұрғанынан байқай аламыз. Ал спутник арқылы түсірілген мына суретте бізді жарық алдап тұр. Осыдан кейін адамдар айға ұшуды тоқтатты. Бірақ жылжымалы тастар үшін емес. ақш пен одақ арасындағы жарыс аяқталды және айға ұшу тиімсіз болды. Енді біз айды қойып Марсқа ұмтылудамыз. Біз тіпті бір кездер бұл планетаны мекендеуді мақсат етіп отырмыз. Жақында Марста 1,5 шақырымдық мұз бен шаң қабатының астында жасырылған сұйық су көлі табылды. Бәлкім бір күні оны қалай шығару керектігін анықтайтын шығармыз. Бірақ әзірге судың көп бөлігі планетаның полярлы қалпақтарында шоғырланған. Сонымен, жыл мезгілдерінің ауысуымен ғаламшардың келбеті де өзгереді. Сондықтан бұл суретте бір топ тастар мұзға қатып, еріген кезде құлап түскен. Климат бәрін шешеді, тіпті Марста да. Бірақ кейде Марстағы тастар біздің ғарыш аппараттарымыздың кесірінен жылжып жатады. Бұл тастар Феникс зондын қондыру кезіндегі ағынмен лақтырылды. Ал бүкіл баспасөзді шулатқан бұл тас туралы не деуге болады? Осы фотосуретті түсірген аппарат тастың үстімен жүріп өткен. Содан кейін тағы бір түсірілім жасағанда, оның бір бөлігі үзіліп қалғаны белгілі болды. Апофения деген термин бар. Яғни логиканы жоқ жерден көру. Бұл суретті 1976 жылы Викинг 1 түсірген. Және мұнда дәл осы бейне, бірақ 15 жылдан кейін түсірілген. Бұл адам бейнесі Марс төбесіндегі жарықтың салдарынан пайда болған. Біздің миымыз бәрін түсіндіруге тырысады, және бұл таңғаларлық емес. Күнді, айды, басқа да планеталарды құдай санап, атау ойлап тапқандардың ұрпағымыз. Бірақ қазір біз барлығын ғылыммен зерттеп, құраммен бекітіп түсіндіреміз. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге бәрі түсінікті болды және ұнады деген ойдамын. Менің ардама қолдау көрсетіп, бейнелерімді қалдырмай көріп жүргендеріңіз үшін сіздерге рахмет айтамын. Микрофонда сол баяғы Шакамуро. Келесі қызықты деректерде кездескенше, қош сау болыңыздар.